Тараз қаласының тұрғындары аула алаңдарын абаттандыруға жұмсалған 2,5 миллиард теңге ауаға кетті дейді. Себебі су жаңа ойын алаңдары бір жылға шыдамай қирап жатыр. Шаһардың 2-ші, 8-ші және 10-ші шағын аудандарында былтыр ғана қолданысқа берілген алаңдар қазір темір үйіндісіне айналған. Ал балалардың ойнайтын басқа жері жоқ. Ата-аналар қауіпті ойын үстінде жазатайым жағдайлар жиілегенін айтады. Детский площадканың түрі мына. Бір ай тұрды, оның кейін бітті барлығы. Ешқандай ештеңе жоқ бізде. Бір ауылда тұрған сияқтымыз. Өзімізде ұяламыз келген елдерден. 10-шы ауданның аулаларында орнатылған орындықтар бекітілмеген, сондықтан кім көрінген бір-бірден тасып бітірді дейді тұрғындар. Әкімдік бір аулаға 10 миллион теңгеден жұмсапты. Өткен жылы осындай 163 аула абаттандырылған. Оның 45-ның сапасына қатысты азаматтардан шағым түскен. Әкімдік тапсырмасын орындаған 16 мердігердің кейбірінің кепілдік мерзімдері де аяқталып қалды. Все вот эти замечания будут устранены в течение месяца. Кеткен кемшіліктер бір ай ішінде қалпына келеді. Шарт бойынша мердігерлермен бір жылдық кепілдік келісім бар. Яғни олар жөндеп реттеуі тиіс. Солай талап қойдық. Өйткені халықтан шағым көбейіп кетті. Орындалмаған жағдайда акті бойынша сотқа береміз.